Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен өте оңай рецепт, яғни кез келген тағаммен ұсынуға болатын ачичек салатын ұсынатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Дәл осылай 3 қызанағымызды алып, 1 пиязымызды алып, жұқалап турап шығатын боламыз. Және де салқын суға пиязымызды салып қоямыз. Сәл де болса ащылығы кету үшін салқын суға салатын боламыз. Және де келесі кезекте қызанақтарымызды өте жұқалап кесіп шығатын боламыз. Бұл салатты кез келген тағаммен ұсынуға болады. Қарапайым және де оңай рецепттердің бірі. Және де пиязымыздың суын төгіп тастап, қызанақтың бетіне салып, дәміне қарай қызыл бұрышты және де тұзды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, ұсынуға дайын. Дәл осылай өте оңай рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Кез келген тағаммен ұсынсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.